Саламатсыздар ма? Бүгінгі музейлік сабақ тақырыбы жазушы Ғабиден Мұстафинге арналады. Ғабиден Мұстафин Қарағанды облысы, қазіргі Бұқар Жырау ауданы, Нұра өзенінің бойындағы Сартөбе деген жерде 1902 жылы шағын дәулетті отбасында өмірге келді. Қазақ әдебиетінің кең оқырман қауымына атақты Қарағанды, Шығанақ, Дауылдан кейін миллионер сияқты көрнекті туындылармен әйгілі болды. Ғабиден Мұстафин бірнеше рет КСРО және Қазақстан жоғарғы кеңестер депутаты болып сайланды. Қазақстан жазушылар одағы басқармасының төрағасы, Қазақстан КСР ғылым академиясының корреспондент мүшесі болып қызметтер атқарды. Ғабиден Мұстафин ең алғашқы шығармасы Сәрсен мен Боқаш 1927 жылы жарық көрді. 1940 жылы Қарағанды шахтерлерінің өмірінен жазылған «Өмір не өлім» атты тұңғыш романы жарияланды. Бұл кітап үлкен шығармашылыққа бастау болған еді. Соғыстан кейінгі жылдары көптеген шығармалар жазды. Ғабиден Мұстафин ұзақ және мазмұнды да қызықты өмір кешті. Оның өмір жолында қуаныш қызықтармен қатар қиындықтар, ауыртпашылықтар да аз кездескен жоқ. Бірақ оның есімі халық есінде. Болашақ ұрпақ ғұлама жазушының ешқашан ұмытпақ емес. КСР Министрлер кеңесінің 1986 жылы 31 наурыздағы қаулысында Қарағанды және Алматы халық депутаттар облыстық кеңесінің ұсынысы бойынша 1992 жылы қазақ әдебиетінің мақтанышы, халық жазушысы, қазіргі Ғабиден Мұстафин кентінде Ғабиден Мұстафиннің 90 жылдық мерейтойы аталып өтілді. Осы мерейтойға жазушының бейнесі бейнеленген төсбелгі және шақырту билеті арнайы дайындалды. 2002 жылы Мұстафиннің туғанына 100 жыл толуына орай Қарағанды облысында үлкен той болды. Қарағанды қаласындағы нөмір 83 орта мектеп пен Бұқар Жырау ауданындағы Телман ауылында Мұстафин есімі берілді. Торқалы тойдың мерейлі мезеттерінің бірі Қарағандыдағы үлкен көшелердің біріне Ғабиден Мұстафиннің есімі берілді. Және сол көшелердің біріне үлкен Ғабиден Мұстафиннің мүсіні орнатылды. Біздің музей қорында Василий Полыштың жинақтаған Ғабиден Мұстафиннің фотоальбомы сақталған. Бұл суретте Ғабиден Мұстафиннің отбасылық қазақ жазушыларының ортасында съездерде, өзінің туған жерінде кездесулерде түскен фотосуреттері сақталған. 1988 жылы Василий Полыштың ұйымдастыруымен Токаревка кентінде тарихи өлкетану музейі ашылған болатын. Василий Полыш Ғабиден Мұстафиннің музейде экспозициялық көрмесінің ашылуына бірден-бір еңбегі сіңген адам. Рассвет газетінің штаттан тыс журналисті Василий Полыштың еңбегін атап өтсек болады. 1989 жылы Рассвет газетінің 8 сәуір күнгі номерде жазған мақаласында осы музейге экспозиция жинау мақсатында Ғабиден Мұстафиннің ұлы Қайрат Мұстафинге хат жазады. Сол хаттың жауабы ретінде Қайрат Мұстафин өзінің Қарағандыға келетінін және әкесі Ғабиден Мұстафиннің жеке заттарын бірге ала келетінін туралы айтады. Василий Полыш ұлы Қайрат Мұстафинмен кездескен кезін ерекше қуанышпен еске алады. Сол кездесуде Қайрат Мұстафин өзінің әкесі Ғабиден Мұстафиннің жеке фотосуреттерін және сондай-ақ шығармалар жинағын әкеліп өткізеді. Бұл шығармада Ғабиден Мұстафиннің жеке кітапханасының мөрі басылған. Жазушының ұлы Қайрат Мұстафиннің естеліктері. Менің әкем бос уақытын өз отбасында өткізгенді жақсы көрді. Және балаларымен, немерелерімен ойнағанды ұнататын. Мына фотосуретке қарасаңыз, немерелері Аман, Жанат, Айжанмен түскен бақытты кезеңдері. Маған әкемді кеңес кезіндегі жазушылармен фотоға түсіру бақыты бұйырды. Солардың бірі Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов сынды, және де ауыл ақсақалдарымен, жұмысшыларымен түскен фото естеліктер. Басқа суреттерге қарағанда ерекше сурет 1950 жылғы Мәскеу қаласында Долорес Ибарури мен жазушылар конференциясында түскен фотосуреті. Және сондай-ақ
Екібастұз Жезқазған қалаларының бірінші хатшысы болған Қарағанды облыстық компартия басшысы Акулинцева Василия Кузьмича кездесу кезіндегі фотосуреттер және тағы басқа. Сондай-ақ Ғабиден Мұстафиннің жеке өзінің киген жейдесі музей қорында сақтаулы. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай, Василий Колыштың қолымен жасалған макет. Бұл Ғабиден Мұстафиннің әке шешесі тұрған және балалық шағы өткен үй. Қазіргі уақытта ер есімін ел есінде сақтау мақсатында Ботақара кентінде Ғабиден Мұстафин атындағы көше атауы бар. Қорыта келгенде айтарымыз, нардың жүгін көтеріп, дала классик аталған ғұлама жазушы көптеген шығармалардың тамырын өскен өлкесінен тапты. Алайда оқығанынан тоқығаны көп, табиғатынан дарынды, даналығы бар, замана жақсылығын бойына сіңірген Ғабиден Мұстафин бір ғана аймақ жазушысы емес, ол халық жазушысы, ұлтымыздың мақтанышы.